Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Спорт белгілі спорт жұлдыздары бөлімі. Сабақтың тақырыбы күш атасы Қажымұқан ортақ етіс. Сабақтың мақсаты берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, сұрақтарға дұрыс жауап беру. Етіс түрі ортақ етістің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында дұрыс қолдану. Бағалау критерийлері: берілген мәтіннің мазмұнын түсінеді, сұрақтарға жауап береді. Етістің түрі ортақ етісті ауызша, жазбаша тілдесім барысында дұрыс қолданады. Балалар, миға шабуыл әдісі арқылы мына суретте кімнің бейнесі берілген? Дұрыс айтасыздар, бұл суретте Қажымұқан Мұңайтпасұлының бейнесі берілген. Балалар, мәтінді мұқият оқып, мазмұнын түсініп, сандар сөйледі әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Сандар сөйледі әдісі бойынша төмендегі жылдарда жасырылған мәліметтерді табыңыз. Жоғарыда берілген Қажымұқан туралы мәтіннен. Балалар, орындалған тапсырмалар арқылы еркін микрофон әдісі бойынша кері байланыс жасаймыз. Сандар сөйледі әдісі арқылы нені меңгердік? Ерекшелігі неде болды? Балалар, келі ойнайық. Егер дұрыс тапсаңдар, сөз тіркесі шығады. Дұрыс айтасыңдар, ортақ етіс, яғни бүгінгі сабақта тілдік бағдар ортақ етіс. Ортақ етіс дегеніміз іс-әрекетті орындаушының біреу емес, әлденешеу екендігін білдіретін етістіктің түрін айтамыз. Мысалы, ол сөйледі, ол Алматыдағы ағасымен сөйлесті. Мен қар күредім, мен қар күрестім. Айдос бақша суғарды. Айдос әпкесімен бақша суғарысты. Келтірілген мысалдардан іс-әрекет қимылға ортақтасушы біреу емес, бірнешеу екендігін байқады. Енді балалар, ортақ етістің жасалу жолына тоқталайық. Етістіктің түбіріне ыс, іс, с жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, айтыс, таныс, шығарыс, алыс, жиыс, сырлас, сөйлес. Ақындар айтысты, екеуі танысты, олар қар күресті. Балалар, есте сақтаймыз. Дауысты дыбыстардан соң с жұрнағы жалғанады. Ақтас, ойлас, төсес. Дауыссыз дыбыстардан соң іс жұрнағы жалғанады. Айтыс, бөліс, тартыс. Тік іс, бақ іс, шап іс, тағыс. Осы берілген мысалдардан қандай өзгеріс болатынын кім табады? Айтыңыз. Дұрыс айтасыздар. Яғни етістіктің түбірі қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталса, ыс, с жұрнағы жалғанған кезде ұяң дауыссыз дыбыстарға айналып кетеді. Тігіс, бағыс, шабыс, тағыс. Айтпассың, айтысты, жазбас, көрісер, жүктемес, сырласты. Келтірілген мысалдардан с жұрнағы қай кезде есімшенің жұрнағы, қай кезде ортақ етістің жұрнағы болады. Егер етістіктің түбірінен кейін болмысыз етістіктің жұрнақтары ма, ме, ба, бе, папе жалғанса, онда с жұрнағы есімшенің жұрнағы болады. Ал егер етістіктің түбіріне ыс, с тікелей жалғанса, онда ортақ етістің жұрнағы болады. Естеріңе сақтап аламыз. Енді балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз, бірге ойлаймыз, бірге талқылаймыз әдісі арқылы үшінші жаттығуды орындаймыз. Берілген етістіктерге ортақ етістің жұрнағын жалғаймыз. Дұрыс.
Берілген тапсырмалар бойынша еркін микрофон арқылы кері байланыс жасаймыз. Нені білдім, нені түсінбедім. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, етіс түрлерін еске түсірейік. Себебі келесі тапсырмалар етіс түрлерінің жасалу жолдарын қажет етеді. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етістің жасалу жолдарын еске түсіреміз. Етістік атаның жұмбақтары. Кім жылдам, кім тапқыр? Дұрыс айтасыңдар. Өздік етіс және ырықсыз етіс. Ортақ етіс. Ін, іс, ыс, қыз, тағы басқа дұрыс айтасыңдар. Соқ, шаш, тақ. Қаз, тырна, тағы басқа дұрыс айтасыңдар. Етіс және әдебиет тапсырмалары бойынша әдебиет пәнімен байланыстырамыз. Берілген өлең жолдарынан етістіктің түрін ажыратып табамыз. Сабағымызды бекітеміз тест жұмысы арқылы. Мұқият боламыз. Үйге тапсырма ой толғаныс арқылы семантикалық карта. Берілген етістіктерді жасалу жолына қарай етіс түріне ажыратамыз. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаймыз. Сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет.